Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет салатты баклажан мен кабачоктан дайындайтын боламыз. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл салатты жасау үшін бізге 2 баклажан, 1 кабачок, 1 сәбіз, 2 пияз, 3-4 қызанақ, кішкене капуста, 2-3 дана тәтті бұрыш және сарымсақ қажет болады. Осы заттардың барлығын, осы көкөністердің барлығын қабығынан тазалап, жуып тазалап болғаннан кейін, осы көкөністердің бәрін майдалап, ұсақтап, квадрат қылып, шаршы етіп турап аламыз. Мінекей мен барлығын турап жатырмын. Кабачогымды турап алдым, шаршы қылып, майда шаршы. Одан кейін баклажанымды турап, тұздап, су құйып қойдым. Алдағы уақытта 10-15 минуттан кейін баклажанымызды судан сығып аламыз. Мінекей тәтті бұрышымды осылай майда ұсақ етіп, шаршы етіп турап жатырмын. Капустамды да турап алдым мінекей. Бұның бір белгілі ережесі жоқ. Өздеріңіздің көңілдеріңізге қалай жағады, солай турап аласыздар. Негізі мен салатта осылай майда шаршы етіп турап алғанды жақсы көремін. Сәбізді үккіштен өткізіп жатырмын. Бұл салатты қазір кешкі асқа дайындап жатырмын. Тамақпен бірге қосымша салат ретінде дайындап жатырмын. Бұл салат өте дәмді, тойымды, аппетитті ашатын, сондай керемет салат. Мінекей мен қажетті заттардың бәрін турап дайындап қойдым. Енді салат жасауға кірісеміз. Қолдағы бар көкөністермен осылайша дайындасаңыздар болады. Қазанымызды қызып тұрған отқа қоямыз. Май құямыз, сөйтіп майымызды қыздырып аламыз. Одан кейін кабачокты салып, кабачогымды жақсылап қуырып аламын. Жай отта қуырып аламын, күйіп кетпес үшін. Баклажанымды судан сығып алып жатырмын. Осылай судан сығып аламыз. Сонда баклажанның құрамындағы ашты дәмдер сол суда қалады. Кабачогымды қуырып болып, мінекей бөлек ыдысқа алып қоямын. Енді баклажанымды салып қуырып аламын. Баклажанды да осылайша қып-қызыл болғанша осылай жақсылап қуырып аламыз. Мінекей мен баклажаным қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылды. Енді оны майдан сүзіп аламыз. Осылайша көкөністерін жеке-жеке бөлек-бөлек қуырып алсақ, гіртілдек әдемі болып піседі, өте дәмді болады. Кішкене үстіне май қосып, қуырылып жатқан майдың үстіне пиязымызды саламыз алдыменен. Оның үстіне тәтті бұрышымыз бен капустамызды қостық. Сөйтіп барлығын жақсылап, қозғап, қуырып аламыз. Мінекей менің көкөністерім қуырылып жатыр. Енді бұған помидорымызды қосамыз және сәбізімізді қосамыз.
Сөйтіп, осы қосылған көкөністердің барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жайлап бұқтырып қойдық. Жайлап қайнап жатыр біздің салатымыз. Осылайша біраз қайнағаннан кейін енді бұған жаңағы алдын ала қуырылған кабачок пен баклажанымызды қосамыз. Сөйтіп, осылардың барлығын тағы да жақсылап араластырып, тағы да 6-7 минуттай орташа отта пісіріп аламыз. Тұзын себеміз қажетінше, дәмдеуіштерін саламыз. Мінекей менің салатымда дайын болып қалды. Енді осы салатымызды ыдысымызға салып, дастарханға алып бара берсек болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.